Бәріміз ат салысайық. Белдеріңде белбеулеріңді буыңдар, ешкіммен соғысқа емес, жайлап айтыңдар. Тойда боласыңдар, жиында боласыңдар, әлеуметтік желіде боласыңдар. Сонда орысша сөйлейтін азаматтарға айтыңдар. Болды, уақыт жетті. Бұрын біздің демографиямыз жетпейтін, санымыз жетпейтін. Қанша айтқанмен ашыл көпшілікке бағынғанбыз. Енді Құдайға шүкір, Аллаға мың қайтара шүкір. Қазір Қазақстанда қазақтың саны жеткілікті. Әсіресе менің қуанатыным 6 жасар Қазақстанда туған баланың 90% қазақ. О, айналайын, шүкір. Енді бір 10 жылдан кейін орысша сөйлегенді кәдімгі жақтырмайтын қазақ келеді дүниеге. Егер бүгін аналардың бәрі қазақша сөйлесе, баласының бәрін қазақ мектебіне апарса, айналып кетейіндер, балаларыңды орыс тіліндегі мектепке бермеңдер. Әкесін, шешесін қарттар үйіне тапсыратынның 99% орыс тілінде оқыған балалар деп Қазбек Исаның мақаласы бар. 99%. Мен өзім куә болған бір кісіні айтайын. Алматыда үлкен бір сауда үйінің 30 жыл директоры болған апай Евразия телеарнасында Пендеміз ғой деген хабарға келді. Мен соған сарапшы болып бардым. Сонда апай 30 жасында жесір қалған бір ұлменен. Енді алматылықтардың бәрі баласын орыс класын оқиды, баласы орыс класында оқыған, орыс класын бітірген қызға үйленген. О кісі пенсияға шыққанда келін холодильникке жазып қояды екен: "Әй, ит, ашпа тоңазытқышты" деп. Сөйтіп сол кісіні қарттар үйіне апарып тапсырған. Сонда ана баласына телефон соққанда, баласы бір министрлікте департаменттің бастығы, келіні бір министрлікте департаменттің бастығы, екеуі апарып шешесін қарттар үйіне тапсырған. Сонда баласы келмеді хабарға. Қоңырау соққанда айтты: "Чё она вам наговорила" деп. Сондықтан өзіңнің қарттығыңда рахаттанып, немерелеріңнің алдында отырғыларың келсе, бүгін мысалы біз құда болып барған жердегі құдағилар, құдалар қандай рахат, шөберелерінің тойын көріп отыр. Төрде отыр ақ орамал тартып. Ал орыс класына баласын бергендер қарттар үйінде отыр. Сондықтан балаларыңды ешқашанда мансап үшін орыс тілінде оқытпаңдар. Орыс тілін онсыз-ақ үйреніп алады. Оған деген қажеттілік былай. Қазақ мектебіне бармаған бала орыс класын табалдырған аттағанда оның көкейінде ега пайда болады. Өзінің ұлтын, өзінің тілін менсінбейтін. Сондықтан адасып балаларыңды орыс класына апармаңдар. Қазақ класына барған бала ол қазақшаны да біледі, орысшаны да біледі, ағылшынды. Мысалы Димаш Құдайберген.